Бастайын Раушанбектің хикаятын, баласы Толыбайдың асыл затын. Тарихын бастан өткен айтып берсем, болады қалай теріс насихатым. Зер қадірін зергер білер деген мысал, айырмас танымаған сөздің парқын. Бар екен шаһар құла деген қала, билеген Шағдат патша бүкіл халқын. Жайылған әр дуанға мағлұматы, қайтпаған адамзаттан ешбір пәті. Шағында өз жұртына артық бопты, халқына жүргеннен соң үкіметі. 60.086 сәргәрда бар, зорлықшыл, өзі күншіл пейілі тар. Бір күні барлық халқын жиып алып, сұрапты, менен артық елде кім бар? Жиналып қол астының келді бәрі, отырды патша алдында жас пен кәрі. Бір палуан қол қусырып жауап берді, аттары Мейрамбасы деген ерді. Белгілі палуан еді жаһан кезген, мұртына әсемдікке маржан тізген. Майданда атқа мініп қарсы тұрса, көргендер тұлғасынан жаннан безген. Бұл айтыпты, Шағдатқан сөзім тыңла, тыңласаң таңғажайып бардыр мұнда. Естім мұсылманда бір патшаны, жауабым жалған емес хилап қылма. Патша екен дәрежелі асқан сәні, көтерген тәрбиелеп мұсылманы. Бір күні дұшман болып қарсы шығар, қанекей күн бұрыннан алсақ оны. Көрген жоқ әскерлерің көптен ұрыс, бұл сөзім қалай тақсыры болар бұрыс. Ей шахым, көңіліңізге қалай келер, дұшманға әскер алып ашшам ұрыс. Кеңесін мұның Шағдат ақыл көрді, ар намысын өз көңіліне мақұл келді. Әскерім бірі қалмай аттансын деп, қайратпен ашу қыстап шақыр делді. Қарумен көп әскерін аттандырып, Шағдат хан айтты мынау нақылденді. Пенде ғып қолын байлап алып келдеп, ақырып қаһарланып алып демді. Астымда бар алтын тақытым, наз бедеуге жабу жаптым. Тез барыңдар батырларым, ашылмай ма менің бақытым. Арылдатып тұман басып, жау шабыңдар араласып, қонған жерге қарауыл қой, қалмаңдар ұйықтап қара басып. Жаудан қорқып қашып келің, өлтіремін дарға асып. Сен қашпасаң жау қашады, қаптай шауып ұмтылсаңдар, түрікпендер қалар сасып. Шағдат хан көп әскерге айтты солай, Мейрамға айтқан сөзі келді қолай. Тарттырып сырнай керней дабыл қағып, ту ұстап Мейрам батыр жүрді бұлай. Ақыл хан түрікпен елдің ханы едай, салдырған салтанатқа неше сарай. Қызықтың неше түрлі бәрі сонда, көрген жан кете алмаушы ед қарай-қарай. Тағдырдың әрне болса қалауында, Толыбай сыншы бар ма хабарыңда. Ат сейіш сыншы болып өткен екен, әлгі айтқан ақыл ханның заманында. Үргеніш мекен еткен жерлер екен, Бағдәулет жасынан ақ берген екен. Бар екен Раушан атты жалғыз ұлы, Толыбай қаза жетіп өлген екен. Тартпаған әсте Раушан қапалықты, жасынан үлкендерден бата алыпты. Ажарлы ақылы толық болғаннан соң, Раушанбек сол себептен атаныпты. Раушанға жасынан ақ бақыт берді, қаратты аузына тамам елді. Халық беліп сауық құрып жатқанында, Шағдаттың көп әскері жетіп келді. Қаласын ақыл ханның алды шауып, күн бұрын білмей қалды хабар тауып. Патша деп Раушанбекті байлап алды, ханынан ақыл ханда етпей қауып. Пенде ғып Раушанбекті алып кетті, көңіліне қайғы қасірет салып кетті. Жол жүріп қызылбастар шабуылдап, 10 күнде шаһарына алып кетті. Раушанды алып келді Шағдат ханға, дұшмандар мұны көріп қалды таңға. Мейрамға шашу шашып, дүние беріп, сыйлықпен әнғам берді барша жанға. Жалатқа Раушанбекті тапсырыпты, бейхабар болмағайсың мұнан деп.
кетті. Сол түні Шағдат ұйықтап сарайында бір талай таңғажайып түс көріпті. Түсінде тұман басты жердің жүзін, дауылдан аша алмайды екі көзін. Ұшырды басындағы киген тәжін, түсірді тақ үстінен ханның өзін. Тақытынан аударылып жерге түсті, көрсеткен құдіретімен тәңірім күшті. Жар салып Шағдат қорқып халқын жиды, көрген соң ұйықтап жатып жаман түсті. Ханыңыз қайғыланып көрген түстен, сандалып қалтыраумен есі кеткен. Мирахор жалаттарға хабар айтып, сәргәрда баршасына хабар жеткен. Келіпті сәргәрларда хабарменен, патшамыз қандай ақыл табар деген. Қалмады қол астында жалғыз адам, Шағдат хан шақырған соң қаһарменен. Халық келді, көріп патша үкіматын, білмейді не айтат деп ақиқатын. Келген соң халық жиналып сарайына, айтады түсте көрген хикаятын. Кәрі менен тегіс жидым жастарыңды, айтамын көпке баяндастанымды. Мен бүгін таңғажайып түс көріппін, білмесең тегіс алам бастарыңды. Мазмұны мұндай болды көрген түсім, ұшырды басымдағы бақыт құсым. Баяндап бұл түсімді жорыңдар деп, бәріне қол астының еттім қысым. Мен айтайын түнде көрген түсімді, мені бүгін алтын тақтан түсірді. Үкім алар жорып берші бұл қалай, алтын тәжім басымдағы ұшырды. Мен отырдым өңім түсім біле алмай, құлап жаттым ешбір хайла қыла алмай. Бір мен емес, тау мен тасты көшірді, үкім алар баян айла бұл қалай. Көп қамалды орнынан жұрт тұра алмай, падишаның көрген түсін біле алмай. Қайран болып ақылынан адасты, ешқайсысы түс жоруын біле алмай. Қалдырмаған шаһардағы адамды, тегіс жиған жақсы менен жаманды. Қаласында жалғыз мыстан бар екен, өнерімен қанықтырған ғаламды. Әкімдана сол мыстанның аты еді, қысылған соң соған берді хабарды. Қолдан келсе істейтіні жамандық, көріп жүрген халық сонан азарды. Жасынан мыстан еді тәңірім атқан, патшаға шақырған соң келе жатқан. Екі көз тосты қандай маңлайында, қарасаң мұрын орақтай жағы қатқан. Үстіне бір құлағын жамылғы қып, астына бір құлағын төсеп жатқан. Қайқайған ерні түрік, беті тесік, шүңірек көз, тісі сойдақ үңгір есік. Қара жүз, көзі шегірі, түсі суық, айтқанмен қанша мұнда болмай десіп. Жасы бар 370 кеткен асып, өзінде тазалық жоқ малғын басып. Бұл түсті мен табамын қорықпаңдар деп, алдына Шағдат ханның келді басып. Шағдат хан сөйлеңіз деп әмір қылды, мыстанды келіп тұрған көзі көрді. Бір қасық қаным кешсең айтар едім, патшалық қаһарыңнан қорқам депті. Шағдат хан сөйле дейді, қанын кештім, мыстаннан табалмай тұр басқа ешкім. Ал сонда мыстан былай сөз сөйлейді, айрылған Шағдат хан сен ақыл есің. Халқыңнан көрген түске аласың бас, тып-тыныш қол астыңа қыласың қас. Патшаның көрген түсін білді мамаң, баянын біле тұрып айтпай болмас. Құлақ салып сөзімді есіт бектерім, бірер келіп алар сенен кектерін. Бұл барғаның басыңа бәле болмасын, құп тыңлағыл анаң айтқан гәптерін. Самал тұрып ұшырыпты бақтыңды, түсіріпті астыңдағы тақтыңды. Бір ер келіп алар несіп тақытыңды, бұл барғаның басыңа бәле болмасын. Ұшырыпты көлден үйрек қазыңды, қыс қылады сенің көрген жазыңды. Еш көтермес сенің айтқан назыңды, бұл барғаның басыңа бәле болмасын.
Тыңламайды сенің еткен налаңды, шулатады қатын менен балаңды. Быт-шыт қылып бұзар бір ер қалаңды, бұл барғаның басыңа бәле болмасын. Тыңламайды сенің айтқан сөзіңді, ол ер келсе бер алмайды төзімді. Шауып жаншып алып кетет қызыңды, бұл барғаның басыңа бәле болмасын. Осылай деп жорып берді анаңыз, қандай болар ақырын байқап қараңыз. Я естіп, я көргенің бар меді, ел көрмесі қайдан білдің анамыз. Кемпір айтты, ашуыңды шақырма, үлкендерден көп естім нақылда. Сайып қыран бір ер пайда болмақшы, шамаласам шығады екен жақында. Шыға дүрміш асылы түрікмен елінен, асыл заты мұсылманның бегінен. Өзім білем әкесін оның байқадым, пайда болар Раушанбектің белінен. Емес пайда Раушанбектің келгені, келгеннен соң жарар еді өлгені. Құлақ салып сөзім тыңла Шағдатхан, осылайша бұл мамаңның білгені. Айтып болды мыстан сөзін тамамы, Шағдатханның тарылып қалды заманы. Кешіктірмей дарға тарт деп Раушанды, падишаңыз жаллаттарға қарады. Бұл сөзімнің бар демеңіз реуі, сіз едіңіз еліміздің тіреуі. Жаллаттар кеп мойнына арқан тартқанда, бас уәзірдің арыз айтты біреуі. Бір қасықтай кешең тағдыр қанымыз, қаһарлансаң тәнде қалмас жанымыз. Жұртың тегіс өзің аман тұрғанда, бір жаманға келмей қалмас әліміз. Өлтіргенің бір жаманды ар болар, құлшылықпен өткен өмір тар болар. Әйел алмай бала қайдан туады, құл қып сатсаң басы менен зар болар. Тағдыр бітпей тәбділ болмас ажалға, шайтан кірмей пенде жолдан азарма. Үшбу ақыл падишаға қол келіп, сатайын деп алып шықты базарға. Раушанбекті базарға кеп салады, құл деген соң жұрттың бәрі қарады. 1500 тіллә дейді бағасын, ешкім алмай базар тарқап барады. Берсе тәңірім қиын емес кісіге, қараңыздар себеп болған ісіне. Жалғыз үйлі түрікпен жігіт бар еді, көптен бері бұл шаһардың ішінде. Бұл келгелі көп жыл өткен елінен, байлығының саны асқан шенінен. Өз жұртына елін іздеп кете алмай, мағрұр болып дүниесінің көбінен. Жылқысының есебінің саны жоқ, ақшамен байлық дүние тағы көп. Ешбір дұшман жүрмейді екен маңынан, өле кетсе Қызылбастың малы деп. Раушанбекті базар салды тағы да, Ғажданбекті душар етті бағына. Назар салып қарап тұрса Ғажданбек, түрікпендердің ұқсайды екен затына. Бірте-бірте жақын барды қасына, қайғы қасірет түскен Раушан басына. Өз нәсілін таныған бұл Ғажданбек, рахмы келді көзден аққан жасына. Ойлап тұрсам қайда қалды ағайын, дүние иттің жасымнан көрдім талайын. Көп болған ба бір жылғы пайдам шығарда, қазынасынан жеткізер тағы құдайым. Елден шығып келіп едім жасымда, жалғыздықтың бар қайғысы басымда. Тіллә беріп мұны сатып алайын, інімдей боп жүре берсін қасымда. Осын ойлап жетіп барды делдалға, жоғары айтып қызықпаңыз жалғанға. Делдал менен ары бері саудалап сатып алды 1600 тілләға. Кешікпестен үйіне алып барады, әкелгенін әйелі де қалады. Ғажданбектің жалғыз қызы бар еді, жасы жетіп балиғатқа кеп еді. Бір құлы бар атын сұрсаң бабалы, жалғыз өзі көп жылқыны бағады. Үргеніштен өзі менен бір келген, әр мінезі баласындай жағады. Әйелінің аты еді Күләйім, перзентсізден етушеді уайым. Раушанбекке қызын қосты некелеп, бір перзентті жеткізді деп құдайым.
Екі жақсы бұйрық болып қосылдай, кетсе жақсы ақырын беріп тосылмай. Шанбілден айдап келіп бұл жерге құдіреті жаратқанның осындай. Ғаждан-бекке жақын қонған жасынан, Раушан-бекті қалдырмайды қасынан. Талаптары оңғарылып сол жылы, екі есе пайда көрді нарқынан. Раушан-бектің өз әкесі Толыбай, сыншылығы асқан еді халқынан. Пайымы бір Раушан-бектің кем емес, азап шеккен дұшмандардың зарпынан. Тыңлағанға айтатұғын сөз келді, кешіктірмей айтар сөзін тез келді. Базар жаққа бара жатып бір күні, бір жылқының қу басына кез келді. Қолын алды жатқан аттың қу басын, қу сүйектің сынап көрді тұлғасын. Ол да жүрмей тоқтап тұрды Ғаждан-бек, қасындағы Раушан жылап тұрғасын. Мен елімде жүруші едім алшақтап, аға берді көзден жасы бұршақтап. Кім айдады сені тұлпар басы деп, жатқан басты жылай берді құшақтап. Менің әкем аты шыққан Толыбай, түрікпен халқы еріп еді соңын-ай. Менің соның баласы деп кім айтар, пенде болдым қызыл бастың қолындай. Тірлікте сен секілді асыл жоқ, бұл уақытта бес тиындық бәсің жоқ. Сен жатырсың топыраққа қуарып, кім айдады сені тұлпар басы деп. Ғазиз басың жатыр топыраққа оранып, дұшман залым пенде қылды мен алып. Басың қапты айдалада қуарып, кім айдады сені тұлпар басы деп. Сенің басың күнге күйіп қуарды, дұшман салды біздің басқа бұл зарды. Бізден басқа көргендерге күмәнді, кім айдады сені тұлпар басы деп. Алла жазса тағдыр іске нешікті, менің күнім жылауменен кешіпті. Раушан-бектің жолда жылап тұрғанын халық егесі Шағдат-хан мұны есітті. Бұл дұшмандар қайран қалып бұл іске, басыменен айдап кел мұнда десіпті. Басыменен айдап келді Раушанды, сұрамаққа көңілі кетті ахуалды. Мұның тұлпар екендігін сен қайдан білдіңіз деп Шағдат-хан да сөз қалды. Раушан айтты: мен еліңде болдым зар, пенде дүрмін өзімде жоқ ықтияр. Мұның тұлпар екендігін білгенім, байқағанға жеті жерде белгі бар. Жеті жерде бар дүрмінің белгісі, бұл тұлпардың 70 жерде тынысы. Сол 70-тің жетеуі бар басында, таңдайында жетеуінің бірісі. Екі құлағында екеуі бар түбінде, екеуі бар 30 тістің жігінде. Екеуінің орны көздің арасы, бізден басқа ешкім білмес бүгінде. Инанбасаң көрсет деген есепті, көрсетпесем айтты дерсің өсекті. Бір қу бастың жеті жерде тынысын өз қолымен Шағдат-ханға көрсетті. Шағдат-хан сонда тұрып қайран қалды, қасына жолдастарын жиып алды. Уәзірлер, не айтасың сіздер бұған? Бәріне жолдасының ақыл салды. Уәзірлер айтты: тақсыр біз сынайық, 3 бөтен жылқы басын алдырайық. Әкеліп 3 баспенен салыстырып, оның да пормасына біз қарайық. Ол да баста осы баспен бірдей шықса, зынданға ақымақты салдырайық. Раушан білген шығар зерек болып, сөз шығар айда салған дөрек болып. Ей тақсыр, онда бұған тәкірах бер, ол бастан мұның пормысы бөлек болып. Шағдат-хан бұл кеңесті мақұл көрді, бұл өзі бір табылған ақыл деді. 3 жаққа 3 адамды жіберісіп, жылқының 3 қу басын алдырденді. Раушан-бек қайғырмайды намыс қылып, көбін жүр өнерменен таныс қылып. Әлгі бас мына бастан бөтен шықты, 4-еуін қарап көрсе салыстырып. Шағдат-хан бір нан әкеп бер деп айтты, Раушанның сыншы екенін анық біліп. Сыншысың бәрекелді сен деп айтты, нанымды мынау берген же деп айтты. Шарбақта 250 назбедеу бар, қайсысы соның тұлпар көр деп айтты. Жылқысын сонда Раушан аралады, ішінен оның тұлпар табалмады.
Ала аяқ бір шағыр мен сұр екеуін ішінен тәуір-ау деп шамалады. Қайсысы мұның тұлпар білдің бе деп Шағдатхан Раушанбектен сөз сұрады. Кім сөйлер Раушан айтты тіл болмаса, тұлпарды кім таниды ми болмаса, қолынан басқа атыңның түк келмейді, осы бір алаяқ пен сұр болмаса. Шағдатхан мұны естіп қуанады, көңілі айтқан сөзге жуанады. Бәрінен осы аттардың озар еді, көрдің бе торат мінген дуананы. Бұл атты сатып алып біз жаратсақ, қай жерде бәйге болса сол алады. Қалжырап сенің өзің не дейсің деп, Шағдатхан сөз алартып бір қарады. Екі атымның біліп бердің шабарын, диуананың көп мақтайсың шолағын. Өзің сыншы ақылың зерек ер болсаң, мұнан басқа тағы бар ма табарың. Шағдатханым, құлағың сал сен өзің, менің жалған емес айтқан бұл сөзім. Адамзаттың білуші едім сырттанын, түйе малдың байқаушы едім жампозын. Үкіметті мен патшамын тағымда, әр патшадан артылып тұр бағымда. Білгеніңді қалдырмай айт жарқыным, онан басқа не білесің тағы да. Раушан айтты, сыншылығым құрысын, біз пақырдың, кетірдің тақсыр тынышын. Сиыр малды аралап көріп аңласам, білуші едім бұқа малдың тынжысын. Шағдат айтты, енді мұны сынайық, сыналуға болды бізге ылайық. Түйе малын тегіс түгел көрсетіп, қайсы жампоз тауып берсін сұрайық. Сыншылықтың қайдан білсін киесін, әр келенің ертіп жүрді иесін. Шағдат өзі 40 уәзірмен басшы боп, қалдырмастан аралатты түйесін. Түйе малдың бәрін көріп өтеді, ешбіріне қайрылмастан кетеді. Көк ала бас қоспақ наша тұр екен, бір қос үйдің есігіне жетеді. Жұлым үйде бір қоспақ тұр байланып, 2-3 мәрте көрді Раушан айналып. Бұл түйемді таныдың ба нең бар деп, жұлым үйден шыққан кісі шамданып. Жұлым үйдің адам екен иесі, көк ала бас қоспақ екен түйесі. Жүк артында 60 пұттан көтерген, артығырақ бір мал екен киесі. Раушан айтты, бекерге ашу қылма деп, сөз айтайын, құлақ салып тыңда деп. Осы түйен керек болды Шағдатқа, берер едің, сатсаң қанша пұлға деп. Сат дейсіңіз, мұны неге теңгеріп, айтасыз ба соны маған жөн көріп. Арқасымен осы жалғыз түйенің, отыр едік 3-4 үй жан күн көріп. Шын қадірін білген болсаң сен мұның, сұрасаң да айып емес ер құнын. Сатамын деп аузыңнан шығаршы, әперейін Шағдатханнан нақ бұлын. Керек болса 500 тіллә бересің. Патша зада біздің жайды білесің. Сізге ойланып 500 тіллә сұрадым, басқалардың 1000 тілләсі құрсын. Шағдат айтты Раушанбекке, не дерсің? 500 тіллә бұған санап берерсің. Айтқаныңнан шықпай қалса бұл түйе, сонда менен түрлі азапты көресің. Раушан айтты, бұл сөзіңде тұра бер, тура қылып 500 тіллә санап бер. Айтқанымнан шықпай қалса бұл түйе, сонда маған білгеніңді қыла бер. Осы сөзге тұрақтатты патшасын, 500 тіллә санап берді ақшасын. Бауыздамай соямыз деп түйені, тамашаға жейді жұрттың баршасын. Аяғында байламаймыз түйенің, шын зат болса шығармайды дыбысын. Есі бүтін ерлер білер есепті, таза кісі бұзбайды әркез несепті. Мұның жампоз екендігін Шағдатқа тар қолтықтан бұрау салып көрсетті. Раушанбекте арыстандай жүректі, бір құдайдан көп сұрап жүр тілекті. Шөгерді де бауыздамай түйені арқасынан 2 адамға іретті. 3-4 адам сойып алды терісін, мен айтайын тыңла сөздің келісін.
Жалаңаштап терсін алып болғанда жаны шықты, шығармады дыбысын. Жұрттың бәрі мұны көріп таң қалды, анық сыншы екендігін аңғарды. Түйеге де айтқаны рас келді деп, Шағдат айтты, әкеп бер деп бір нанды. Сыншылыққа мынауыңыз ұқсайды, менің көңілім осындайды қостайды. Қандайында сиыр малдың тынжы бар, соны маған тауып бер деп қыстайды. Амалы жоқ аралайды сиырын, талай жердің басы таппай қиырын. 3 күн ұдай қарап жүріп таба алмай, жаңа білді сыншылықтың қиынын. Сыншылыққа қайдан жүріп шетілді, қайғы басып таудай көңілі кетілді. Әкесінің айтқаны түсіп есіне, басын шайқап көп қамыққан секілді. Төмен қарап отыр еді өкініп, қашатұғын жері де жоқ бекініп. Өзі қасқа, түсі тарғыл, ақ құйрық, тайпақ бастау келді бір бұқа өкіріп. Келгенімен өз жайына тұрмады, кезіккеннен аяқпен жер тырнады. Бұрып мойнын, қарап көзін алартып, демалмастан 62 шыңырады. Бесті бұқа екен жалпақ сауыры, кім толықпас келсе басқа дәуірі. Тұрғандарға мынаны ұстап сой деді, тап осының тынж екен деп бауыры. Ұстап алып бауыздатып сойыпты, көріңдер деп 40 нөкер қойыпты. Ішін жарып ашып көрсе бауырын, айтқанындай анық тынжы болыпты. Шағдат көрді анық тынжы екенін, шахар құла дейді оның мекенін. Өгізге де айтқаны рас келді деп, Шағдат айтты, тағы бір нан әкелің. Алып келді, сен же мынау нанды деп, атаңа рахмет, білегіңе пәлі деп. Тағды айтты Раушанбекке Шағдатхан, адамзаттың сырттаны деген кәні деп. Раушан айтты, 3 айтқаным келді деп, 3-еуінде өз көзіңіз көрді деп. Қайта-қайта айтпайын деп өтінді, тақсыр мені қинамаңыз енді деп. Жалынған соң дейді Шағдат, қояйын, өнеріңді қол астыма жаяйын. Енді менің өз басымды сынап бер, мен сонан соң саған риза болайын. Не айтайын, көңілімде айтар кеңес көп, жөніменен айталмасам емес құп. Мүсәпірмін ел жұртымнан айырылған, тақсыр сізді сынамаққа әддім жоқ. Ақылың болса еремісің шайтанға, атың қалсын кейінгіге айтарға. Хан жарлығы қылт болмайды деген бар, менің айтқан бұл сөзімді қайтарма. Раушан айтты, көңілің тақсыр шат дейді. Бір сөз айтсам көңіліңе түсер дерт дейді. Қайта-қайта айтпаймын деп өтінді, қанын кештім, Шағдат қоймай айт дейді. Қоймадыңыз айт десеңіз айтамын, сіздей ханның қаһарынан қорқамын. Не айтсам да ашуланбай көтерің, тақсыр сізді әлде қашан байқадым. Шағдат айтты, мәнісіне түстім деп, шешілмейтін түйіндерді шештің деп. Қайта-қайта қолын беріп ант ішті, не айтсаң да қаныңызды кештім деп. Айт десем рұқсат бердіңіз бе, Шағдат хан, сенің әкең келген екен Бағдаттан. Айтпайын-ақ десем дағы қоймайсың, өз әкеңіз наубай екен нан жапқан. 6 атаңыз дегдар болып өтіпті, өз басыңа 7-де жетіпті. Дәрежесі 6-ның артық боп, бақыттары өздерімен кетіпті. Айтатұғын сөзім келді өзіңе, қисық болса саларсыңыз тезіңе. Нәсілсіздік бұзықтығың Шағдат хан, шейсіз үйдей көрініп тұр көзіме. Дәм бұйырып тұзын таттым осы елден, бізге тәңірім жазған шығар әзелден. Дәл сен өзің ұғыл емессің патшаның, нанбасаң сұрап көрші шешеңнен. Жұрттың бәрі мұның сөзін ұнатты, таудай көңілін Шағдат ханның құлатты. Мені кімнен туып едің анам деп, шешесінен көп алдында сұрапты. Шағдат хан тұр Раушанбекке қаһар қып,
Кемпір отыр сөйлей алмай дағдарып. Пенде болған Раушанбекті көрген соң, қартаң кемпір сөйлеп жатыр аңғарып. Бұл баланың айтқаны рас шырағым, қу дүниенің тапқаным жоқ тұрағын. Мен патшаға жұпты болып келген соң, перзент тумай көзден ақты бұлағым. Көзден жасым араласты қан болып, кетіп кейде дүние жүзі тар болып. Ішкен ірің жеген желім секілді, кеші күндіз бір перзентке зар болып. Жылап жүрдім, көзден жасым тия алмай, ақырымның не боларын біле алмай. Перзент үшін екінші әйел алуға патшам жүрді менің көңілім қия алмай. Айта тұғын сөзім келді тағыдай, өтірік айтпан өлерімнің шағындай. Бір нан жапқыш наубайымыз бар еді, патшамыздың таққа мінген уағындай. Нанын жауып наубай жүрді пұл тауып, Бағдаттан көшіп келген жер ауып. Көп ауырып бір күн өлді бейшара, бәрімізде жатамыз ғой жер қауып. Шешең менен өзің қалдың соңында, шешең өлді көп кешікпей тағы да. Әке шешең екеуі де өлген соң, балам менің қалып өстің қолымда. Ата-анаңнан жетім қалдың жасырақ, қолым алып бала еттім асырап. 3 жасыңнан бауырыма салған соң, өз баламнан көрдім сені жақсырақ. Жігіт болдың бір күндері нұрланып, патшам өлді ажал торға шырмалып. Патшамыздың орнындағы бала деп тағын берді көп халайық қолға алып. Сонан бері сен патшасың осы елге, өлмей тұғын себеп болар кеселге. Бұл баланың айтқаны рас шырағым, мұның сөзін жалған деме бекерге. Мен қолыңда ана болдым неше жыл, Раушан бұл білесің шарбақтағы қызыл гүл. Мен шынымды айтып бердім жасырмай, ендігісін Шағдат балам өзің біл. Шағдат хан бұл арада қалды қайран, тудың деп шеше айтты сен наубайдан. Раушанға Шағдат айтты ашуланып, наубайдан туғанымды білдің қайдан. Қу басты Раушан айтты бердім сынап, басыңды нан бер дедің шайқаңқырап. Тақ мініп халық билеген патша болсаң, емес пе нан бер деуің ұяттырақ. Түйенің жампозында сынап бердім, онымда қате болмай көзбен көрдің. Онда бір шапан кигіздей алмадың, дұрыс па нан бер деуі сіздей ердің. 3-ші таптым тынжы сиыр малдан, аралап қарап жүріп мыңнан саннан. Онда бір ат мінгізсең көп болама, бергіздің бір күлше нан тағымаған. Мұнан соң асылыңды шамаладым, аузыңа наннан басқа нәрсе алмадың. Нанның бір зар өткен жері барау, осының нәсілінде деп ойладым. Шағдат хан осы менің білген жерім, өзімнің қайда қалды туған елім. Торға түскен тұйғындай пенде болдым, өзіңде ықтиярың Шағдат сенің. Шағдат хан сонда жаллат жидырыпты, өзінің зұлымдығын білдіріпті. Соларды көрген көзің осы ғой деп, Раушанның 2 көзін ойдырыпты. Айрылды 2 көзден Раушанбек, о баста аузын бағып жүрмеді тек. Жолығар басқа пәле тілден деген, жолықты бәлеге ақыр сол айтқан кеп. Тұрыпты бір қатар жұрт зар жыласып, залымды қылды Шағдат деп шуласып. Ғажданбек Раушанбекті жаны ашып, жетелеп алып шықты жіп ұстасып. Екеуі жіп ұстасып үйге келді, бұлардың ахуалын күләй көрді. Сорлылар-ай, қандай пәлекез болды деп, Ақанай екеуінен сұрай берді. Ғажданбек айтып берді бастан аяқ, көргенін қалдырмастан тастамай-ақ. Естіп сонда Ақанай зар жылады, деген бар, саяқ жүрсең жерсің таяқ. Зар жылады Ақанай, не күйге салдың хақ панай,
екі көзін ойыпты. Рахымсыз дұшман бетпағай, дұшманға қорғып қойғанша неге алмайсың жаппарай. Екі бірдей қамқорым елін іздеп бармаса, бір ер шығып біздерден дұшманнан кегін алмаса, ішінде кетер арманай, сыр білдірмей жүре берсең болмай ма, елің қайда, ат сынайсың бейшарай. Әр нәрсенің білуші едің жобасын, Шағдат ханның білген жоқ па ең шамасын. Жүре бермей мүсәпірлік халіңмен, неге керек сынап Шағдат түйесін. Бірге жүрген қайда қалды үйірің, қыздыратын ағайын жоқ бүйірің. Тынжын алып қай ауруды емдеушең, не табар ең сынағанда сиырын. Мұнан кемдік ойлап тұрсам өтпеген, Алла ісіне көптеген ғой жетпеген. Сыналмаса сиырдың құрсын тұқымы, сәләу мәлік неге қырып кетпеген. Оңалмайды әруақ басып аттаған, жақсы болмас жамандап ерді даттаған. Сыналмаса түйенің құрсын тұқымы, неге өлмейді қырылып бәрі қатпадан. Қайғы қасірет басыңыздан асыпты, кәусар көңілің тасқа тиіп жасыпты. Көңілі қатты адамзатқа рахымсыз, қорықпай нағып жамандадың пасықты. Не айлайын ойдырыпсың екі бірдей көзіңді, зағыпырандай сарғайтыпсың жүзіңді. Көп қайғыны тірілей-ақ көрсетіп, қорқылыпты жаппар екем өзіңді. Енді қайдан сөнген көзің ашылсын, дұшман келіп аяғыңа бас ұрсын. Аманыңда елге қашып кетіңдер, мұнда келіп басын қосқан асылсың. Сыншылығың тиді сенің басыңа, рахым етсін көзден аққан жасыңа. Аманыңда елге қашып жетіңдер, әгер өлсең ешкім келмес қасыңа. Ақан айдер, өзім бақты қарамын, тағдыр іске нендей шара қыламын. Қорқылыпты жаппар екем жасаған, ләжім жоқ енді қайдан барамын. Осылай деп бейшаралар еңіресті, өкінгенмен өткен қайтып келместі. Мал мен жанды бабалыққа тапсырып, түрікпен елге қашайық деп кеңесті. Шыдамады Шағдат салған азарға, тез қашпаса кездеседі ажалға. Раушанбекті Ғаждем қолдан жетелеп, аталмаққа алып келді базарға. Ғаждамбектің көңілінде көп уайым, зар жылады Ақанай мен Күләйім. Ғаждам жүрді Раушанбекті жетелеп, қандай малды душар қылды құдайым. Раушан айтты Ғаждамбекке, қам жеме, жүйрік атты дүбірінен де сынаймын. Қандай малды ием душар етеді, базар келіп аралап жүр екеуі. Қолды аса жалбыр торат астында, Аллаху деп бір диуана өтеді. Ғаждам айтты, өзі жалбыр торы деп, диуан екен үстінде бар тоны деп. Шақыр деді диуананы Раушанбек, нәсіп болып саудалайық соны деп. Ғаждам айтты, ей диуана тұра тұр, сөз айтамын құлақ салып мойның бұр. Сатамысың астыңдағы торатты, біз көрейік, біразырақ сабыр қыл. Диуан айтты, теріс емес сөздерің, мүшелерін байқап көрсін көздерің. Түсіп сізге көрсетейін атымды, аламысың әурелемей өздерің. Осылай деп көрсетіп жадыр торатты, тұла бойын Раушан сипап сынапты. Сатар болсаң қашырмай айт бағасын, Раушанбектің көңіліне ұнады. Керек болса алпыс тілла бер дейді, сатылмайды болса онан кем дейді. Кем сұрап әурелемей өзімді, ұнатпасаң басқа жылқы көр дейді. Бұлар айтты, артық сұрап пұлдама, көп сөз айтып бас ауыртып жырлама. Айтқаныңнан 8 тілләң кем болды, беремісің 52 тілләға. Диуан айтты, көп айтпадың терісті, бұл саудаға бермекші болып келісті. Береке деп бір-біріне қол ұрып, ақшаларын қалтасынан берісті. Раушан айтты, бізге келді ат дейді, біз ғаріпке болды тәңірім жақ дейді. Барлық жұмыс бәрін қойып Ғаждамбек, бұл атыңды түнекке сап бақ дейді.
40 күндік дайын қылды жем шөпті, таса жерден соқты мықтап түнекті. 40 күн бағып жем мен шөпке семіртіп, Раушанбекті түнде апарып көрсетті. Раушан айтты, келіп тұрмын маңына, жыл кермейді бұл тұлпардың шаңына. Жоңышқанмен жеммен жақсы семірттің, енді 40 күн жаратсаң келер бабына. Кім естер мен бешаран аласын, күнде байқа күннен күнге шамасын. Терін алып, суын шайқап, таң асыр, ұшқан құста көре алмайды шамасын. Ғаждам, тыңла менің айтқан сөзімді, қорғылды ғой дұшман ойып көзімді. Қара торының түрін тапсаң суытып, шаңың түгіл табалмайды ізіңді. Ғажданбек айтқан сөзді ұғып алды, егерлеп жабу жауып мініп алды. Жаратып, күні түні 40 күн жетіп, Раушанды көрсеткелі тағы апарды. Торыны көрді Раушан назар салып, ғам жерін сылап сипап көңілін алып, алыпсың мұның терін қалдырмастан, оңғарсын талабыңды жаппар халық. Ғажданбек айтқан сөзге нан деп айтты, ақылсыз сөзге нанбас жан деп айтты. Шағдаттың 7 қабат қорғаны бар, торыны сол дуалға сал деп айтты. Ені бар әрқайсының 7 кезден, ұзыны 11 кездей көрдім көзбен. Салдырған Шағдат атын сынамаққа, қарғытар қандай адам жанынан безген. Торыны салып сына сол дуалға, жаратқан жәрдем берсін нашар малға. Қорғаннан дуал түгіл қарғып өтер, тұлпардың арызы жетсе бір уабарға. Ғажданбек айтқан сөзді ұғып алды, көңіліне махам етіп бұл қиялды. Жасырып түнде айдың жарығымен, торыны алыстан кеп жолға салды. Қорғанға тура салып қамшы басты, атылып сонда тұлпар аспан қашты. Қорғаннан 7 қабат қарғып өтіп, 40 аршын ар жағына асып түсті. Ғажданбек көңілі тасып қайтып келді, торының қарғығанын айтып келді. Тұлпардың маңлайынан сипап тұрып, Раушанбек Ғажданбекке сөз сөйледі. Ғаждам, тыңла менің айтқан сөзімді, қорғылды ғой дұшман ойып көзімді. Менде көз жоқ, сізде көз бар Ғажданбек, кетерімсің алып менің өзімді. Дұшман сатып алды менің пұлымды, көзімді ойып солдырып тұр гүлімді. Менде көз жоқ, сізде көз бар Ғажданбек, қалай дейсің менің айтқан сөзімді. Ғаждам айтты, көңілің сенсе атыңа, мен алдына, сен мінерсің артыма. Екеумізді алып барса арман жоқ, аман есен түрікпен елдің халқына. Алып сені түрікпен елге жөнейін, сені тастап жалғыз не күн көрейін. Алла жазса тағдырдан кім құтылар, сізбен бірге мен ғам өлсем өлейін. Кім көреді жүрегімнің парасын, қабыл етсін бізде ғарып наласын. Мінгесумен шығып кетіп дұшманнан, көрер күндер барма үргеніш қаласын. Алдымызда асқар бел барма, бұл қалада достық қылар ер барма. Дұшмандардан аман есен құтылып, ағайынды көретұғын күн барма. Өз елінен еріп келген бабалы, дұшман салды көңілімізге сәнаны. Кішкентайдан баламдай боп өсібең, хош есен бол біз көргенше бабалы. Анаңыздай болып еді күлайым, бір перзентті бермеді оған құдайым. Жау жерінде жанашырым сенедің, көңіліңе сала көрме еш уайым. Ақанайдың алдында жоқ інісі мен ағасы, дұшман салған көңілінде көп қабасы. Қасы менен қабағына қарай жүр, қысылғанда Алла болсын панасы. Бұл қаладан тұз несібем үзілді, қан аралас көзден жасым тізілді. Әрні етсе жаратқанның өзінде, мал мен жанды бабалым саған тапсырдым. Мұнда тұрып жасытпайын күшімді, қайғы басып күйдіріп тұр ішімді. Мен кеткен соң ойлап істе ісіңді, Ақанаймен күлайымды тапсырдым. Мұнда тұрсам қызыл гүлім солар ма, мейманамыз ақыр бір күн толар ма? Біздерден де бір ер перзент болар ма? Әрне бәрін балам саған тапсырдым. Раушанбек пенен Ғажданбек жүрмек болды қамданып, бабалы мен күлайым жылай берді дағдарып.
Сіз кеткен соң біз қарып, жүреміз кімге алданып. Алдымда тұрған аға жоқ, туысқан жекжат және жоқ, әлдекім кетер малданып. Мұны естіп Ақанай жылады ол да зарланып. Көкежан қайда барасың, бізді тастап қамданып. Кішкентайдан өсірдің, мен сорлыны қолға алып. Алдымда тұрған аға жоқ, жыламайын мен нағып. Көкежан сізден соң қалып, тәбділі бізге тағдырдың. Осылай болды ылаж жоқ, қасіретпенен қорланып, неғылайын жүрме деп, аяғыңа шырмалып. Жүрсеңдер жылдам жүріңдер, жазғанын хақтың көріңдер. Дұшманда қалдық заржылап, көреріміз не күн біз қарып. Тапсырдым хаққа аманат, болмасын жолда жаманат. Түрікпенге сіздер барғанша сақтасын пірлер саламат. Қабыл ет деп ниетімді, тіледім хақтан мінәжат. Қара шашым тал-тал өріп жайлайын, дұшпан салған қорлыққа не айлайын. Сіз кеткен соң белді бекем байлайын, ата жаным, жар жолдасым аман бол. Мен жүріппін үшбу жолда бей қарар, әрне етсе жаратқаның еркі бар. Көп кешігіп енді жолдан қалмаңдар, көреміз бе, көрмейміз бе алған жар. Амандасып көп жылады бабалы, құтты болсын ерлерімнің талабы. Қош айтысып екі батыр аттанды, лажы жоқ жылай-жылай қалады. Шағдат ханның бұлар жүрген жұртында, бұл уақытта елін таппақ құлқында. Дұшман келсе кіргізбеске қалаға, қарауыл бар, күзетіп тұр сыртында. Ел табуға бұлар бетін түзеткен, азар көріп жүрегіне мұз өткен. Дұшман келсе кіргізбеске шаһарға, екі жақтап күндіз-түні күзеткен. Түнектен шыққан тұлпарға екеу ара мінгесті. Хабарсыз қалсын дұшмандар жылдамырақ жүрдесті. Ғажданбек айтты Раушанға, қарауыл басы жігіттен рұқсат сұрап қал десті. Раушан айтты Ғаждамға, сұрап әуре болмаңыз, өзі дұшман қызылбас, өтінгенмен бермейді. Тәуекел етіп Аллаға қарғытайық кел дейді. Ақымақ адам өртенгенмен хақтың оты сөнбейді. Осыны айтып екеуі кейін қайтты шегініп. Біраз жерге барған соң атының басын туралап, қайдадан салды бекініп, атылды тұлпар секіріп. Қарсы қарап салған соң атуға мылтық жарамай, бас қамын қып қашалмай, бірін-бірі құшақтап, жығылып қалды тұтылып. Тұлпардан туған жануар дарбазаның басынан оқтай болып атылды. Бірақ шаңы көрініп, қарғып түскен бойымен желе шауып жөнелді. Артымнан қуып келер деп әсте уайым қылмады. Қамалып тұрған қарауыл, пері мекен, жын бекен, япырмай бұл не дүр екен, жиналып бәрі кеңесіп Шағдатқа хабар береді. Шағдат хан сонда естіп, тісіне тісін кезеді. Кешегі Раушан түрікмен, заты басқа демесең, артықша сыншы ереді. Әкесі оның Толыбай хабарымда бар еді. Көп түрікменнің бегеді, қапыда қалдық өлтірмей, себеппен мұнда кебеді. Көзін ойып алған соң батқан шығар жанына. Ер болса шыдап тұрама, намысы менен арына. Диуана мінген торыны мақтағанда нанбап ем. Сатып алып семіртіп, таса жерде жаратып, келтірген шығар бабына. Әгер тұлпар болмаса, оңай емес бұл қарғу, бұл шаһардың малына. Мирахорлар қайдасың? Сұр менен шағырды алып кел, қумаққа соның қамына. Басқа жылқы ер алмас, ерлерім оның шаңына. Екі батыр сайланып, қару жарақ байланып, екеуің мініп қуыңдар, қайрат келіп егерде. Орта жолда жетсеңдер, басын кесіп алып кел, Шағдат сынды ханыңа. Алып келді Мирахор, сұр менен ертіп шағырды. Амалы нешік қайтармас, Шағдаттың еткен әмірін екеуі де ереді. Заманымда ешкімге бермеймін деген арымды. Аңғарып тұр жақсылар, тәубесі кімнің қабылды. Сұр менен шағыр жануар, қара терге малынды. Жетемін деп залымдар, атқа берді зәбірді. 3 күн 3 түн өткенше еш көрмеді дабылды.
4-ші күнге жеткенде бір белестен асқанда көріп қалды дұшмандар бұлдыраған сағымды. Көрген соң қатты қуанып, жүректері қабылды. Қамшы басып қос батыр зор беріп қуып келеді, қолға түссе аямайд, күштеріне сенеді. Раушан менен Ғаждамбек тұлпарды артық қинамай, арт жағына қарайлап, жәйменен шоқып келеді. Шындап басын жіберсе, көрінбей кетеді дерегі. Халыққа мәлім Раушанбек келе жатқан дұшманның дүбірінен біледі. Раушан айтты Ғаждамға, артыңа қарап бақ деді. Біздей ғаріп нашарға бір алла болсын жақ деді. Артымызда бір дүбір келе жатыр жақындап. Назарың салып байқашы, формасы қандай ат деді. Қашып кетті деген соң, бізді қуып келатқан қызылбас шығар тап деді. Ғаждамбек айтты Раушанға, құлағың бір сал деді. Айтқаның расынан деді. Артымдағы дүбірді назарым салып байқасам, реңді қара, алаяқ, көзі шағырмал деді. Раушанбек айтты Ғаждамға, хайласы мұның бар деді. Шағырат болса бұл келген, торының басын қайтарып, астына күннің сал деді. Ғаждам тілін алыпты, дұшманды көзі шалыпты. Торының басын қайтарып, астына күннің салыпты. Астына күннің жөнелді. Ғаждамбек Раушан шұбалып, шағырды басқа төпелеп, әр бұтаға ұрынып, ома қасып сүрініп, қызылбас қалды қуарып. Дариядай тасып келісті, демінен түсті су алып. Онан мұнан бас қосып, әлеумет отыр құралып. Жалған деме бұл анық. Біраз жерге барған соң, басын бұрып тұлпардың жолына түсіп оралып. Ғаждамбек атқа шу деді. Раушан айтты Ғаждамға, желе шоқып жүре бер, жібермей басын тым деді. Қамшыны ұрма сіз депті. Қамшы батса шанына, алып қашат бұл деді. Шабуылмен кеш болып, қас қарайып күн батты. Шоқытумен келатыр, жібермей басын тым қатты. Бір уақыттар өткенде көтеріліп айтуды. Раушанбек сыншы айтулы, халыққа мәлім зерегі. Бір дүбірді сезеді. Ғаждамға айтып білдіріп, ақылдасып келеді. Артымызда бір дұшман келе жатыр жақындап. Азу тісі сақылдап, назарың сап, тез қара, тұлпардың қандай іреңі. Ғаждамбек айтты Раушанға, сөзіме құлақ сал депті. Айтқаным расынан депті. Артымдағы дұшманды назарым салып байқасам, астындағы сұр депті. Раушанбек айтты Ғаждамға, бұл неткен ақымақ жан дейді. Бұғанда хайла бар дейді. Торының басын қайтарып, астына айдың сал дейді. Ай астына салған соң, шабалмай көзі қамасып, әр шұқырға жығылып, болдырып аты қаталып. Тұрғызып атын алады, қамшымен басқа сабады. Есенді елін таппаққа болдырған атын жетек деп, айғайын салып, дауыстап, жолдасын зорға табады. Тұлпарларын қақпалап, еліне кетіп барады. Бара берсін дұшмандар, Раушан менен Ғаждамбек, сон айтамын манағы, дұшмандардан құтылып, келді екеуі шағына, шүкірлік етіп қуанып, Алланың берген бағына. Неше күндей шабылып, қара терге малынып, астындағы жануар келген сонда бабына, бір белестен асқанда, қуанып көңілі тасқанда, құтылдым деп дұшманнан ұрды қамшы санына, батырған екен жанына. Тұлпарға қамшы батқан соң, ашынды жаман шелігіп, жарауы түскен жануар индік беді демігіп. Алып қашты екеуін, ауыздығын кеміріп, бой бермеді тартсада, дауылдай борап шаңғытты, жүрегі сулап қорқады, жандарынан түңіліп. Тау мен тастан қайтпады, екі көзі жұмылып, атылып тұлпар сайлардан, қайтпай белі бүгіліп, төрт аяғы сермейді, сүрінбейді мүдіріп. Күн түн алау жеккенмен кемімейді қадамы, тыңлағанда ер болса сөзімнің жоқ алаңы, енді айтайын хабарын, үргеніш атты қаланы. Енді айтайын үргеніштей қаланы, түсінгендер сөзге құлақ салады. Намаз жұма оқымаққа сол күні, сол шаһардың жиналыпты адамы. Намаз оқып шықты бәрі далаға, шын жүйріктен айтылмай сөз қалама.
бағанағы Раушан мен Ғажданбек бұлардағы келген екен шамаға. Ат жақсысы жақын етті алысын, Тәңір оңғарса енді табар танысын. Намаз жұма оқып шыққан халайық естіпті дүрсілдеген шабысын. Бұл шабысқа қайран болды халайық, дүрсілдеген дабысы бар ажайып. Елме жауыма келе жатқан қандай жан, биік жерге шығып назар салайық. Биік жерге шығып назар салады, шаң ішінде көрді жалғыз қараны. Көп жасаған бір қария бар еді, сол арада осылай ақыл табады. Сөз айтамын, балаларым құлақ ас, түсінбесе надан сөзді тыңламас. Толыбайдың баласы еді Раушанбек, әкеткелі көп болып еді Қызылбас. Өзі сыншы бір тұлпарды тапқанды, бар бәледен Тәңірім өзі сақтарды. Дұшмандардан аман есен құтылып, елін іздеп қашып келе жатқанды. Бұл шабумен келатқанда желігіп, тартқан менен тоқтамайды шегініп. Жеті жерге арқан керіп тұрыңдар, әр арқанға 10 адамнан бөлініп. Бұл сөзімді шын екен деп біліңдер, жібек арқан бұғалықты салыңдар. Жетеуінен тоқтата алмас болсаңдар, үстіндегі иесін алып қалыңдар. Заманында Раушанбекте нар еді, сүйген ерге өзі Тәңірім жар еді. Тұлпар басы тоқтамайды деген сөз Толыбайдан естуім бар еді. Бар адамдар мақұл көрді бұл істі, қарияның бұл айтқаны дұрысты. 70 адам жеті жерге 10-10-нан жібек арқан керіп қатар тұрыпты. Сонда тұлпар келген екен шамаға, жолдан шығып қайрылмады шамаға. 7 қабат арқанға кеп ұрады, жұрттың бәрі қарап тұрды далада. 6-10-нан қабат қарғып өтеді, тоқталмастан 7-шіге жетеді. Алып қалды үстіндегі екеуін, шығып тұлпар бетіменен кетеді. Шығып тұлпар кете берді бетімен, сыпырылып түсіп қалды көтінен. Ағайындар жүгіріп келіп, тұрғызып, құшақтасып көрісті жылап шетінен. Раушанбектің көзі жоғын білісті, жаны ашып басын шайқап тұрсты. Туысқаны қолтығынан көтеріп, үйлеріне енді алып жүрісті. Ағайыны бәрі келіп табысты, бастан аяқ сұрап білді мәністі. Бұл екеуі жата берсін құрметпен, кеткен тұлпар түзеп алды шабысты. Есіл тұлпар қолға түспей кетті ау деп, ат құмарлар нала болып қалысты. Қызылбастан қалай кекті алам деп, Ғаждам Раушан көп ойлады намысты. Нәсілі таза тұлпар еді тегінде, Раушан әбден сынап алған жерінде. Сол бетімен ұстат бастан еш жанға, барып түсіп кетті қойып теңізге. Раушанбекпен сөз айтамын Ғаждамнан, тірі пенде не көрмейді кезінде. Бірлік қылды ортасынан туғаны, үй бастан қаражатты жинады. Шанбіл белдің шатыр салып басынан, Раушанбекті соған қойып сыйлады. Ғажданбекті туысқаны әкетті, сарай салып көрсетті халық құрметті. Ортасынан барша сұлу әперіп, сондай сыйлық туысқаны көрсетті. Осы менен бітті Раушан саласы, іште қалды көріғұдай баласы. Екінші сөз күләйімнен айтамыз, дұшмандар да қалды ұзақ арасы.